Армысыздар, Қарашан телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Скрининг сізді сақтайды, немесе тегін тексеруден өттіңіз бе? Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеудің бірден бірі скрининг. Бүгінде аудандық орталық ауруханада тегін скринингтен өтуге кез келген тұрғынның мүмкіндігі бар. Жалпы скрининг деген не үшін қажет? Бұл туралы дәрігердің кеңесіне құлақ түрелік. Скрининг бұл ерте сатыда ауруларды және қауіп-қатер факторларын анықтау үшін белгілі бір жастағы дені сау адамдарды профилактикалық медициналық тексеруден өткізу болып табылады. Бүгінде тұрғындардың арасында алдын алу, дертті өшітпей ерте анықтау, дер кезінде емдеу мүмкіндігі зор. Тегін скрининг Бөрлі аудандық емханада жұмыс жасайды. Скринингтің түрлері бойынша бізде ең бірінші түрі ол қан айналым ауруларын ерте анықтау бойынша. Яғни оған артериалды гипертензияға артериалдық гипертензиямен осы алдағы уақытта ауырып қалу мүмкін бе жоқ па анықтау, және қант диабетін анықтау, және көзішілік гипертензияны анықтау. Үш түрлі осындай бізде скрининг өткізіледі. Одан кейін және қазіргі кезде ең көп тараған онкологиялық ауруларды білесіздер, өте көп тарап келатыр. Сондықтан оларды да ерте анықтау, яғни ерте анықтау дегеніміз бірінші, екінші сатысында анықтауымыз керек. Соларға арналған үш түрлі скрининг түріміз бар. Яғни ол бірінші сүт безі рагын ерте анықтау, одан кейін жатыр мойнының рагын ерте анықтау, одан кейін тоқ ішек рагының ерте анықтау, яғни үш түрлі. Әлеуметтік маңызы бар ауруларды ерте анықтауға арналған скринингке артериалды гипертония, обыр, қант диабеті, глаукома, жүректің ишемиялық ауруларын 40 жастан 60 жасқа дейінгі осы аурулар бойынша диспансерлік есепте тұрмайтын ерлер мен әйелдер жатады. Скрининг өту кезеңмен жүргізіледі. Көпшілігі жұмыстамын деген желеумен скринингтен өтуге салғырттық танытатындарды әлі де баршылық дейді дәрігер. Мысалға, біздер бір адамды скрининг кабинетке келгенде 20-25 минут қабылдаймыз. Бір адамды. Себебі оның арнайы бізде картасы бар, скрининг карты. Соны толтыруымыз керек. Ең бірінші анкетный данные бар. Яғни барлық бойы, салмағы, одан өлшенетін индекс кетіледі шығаруымыз керек. Одан кейін қант пен холестерин қан құрамындағы анықтайды. Оны аппаратқа салып анықтайды. Одан кейін көзішілік гипертензияны анықтау үшін адамды жатқызамыз. Соның барлығы уақыт алады. Және де біздер толығымен адамды профилактикалық түрде қараватқандықтан біздер адамды үстінде ешқандай жара жоқ па барлығын шешіндіріп қарауымыз керек. Осы тұста келгенде кісілер түсінбей жатады. Мысалға, не себепті кісі кірді, әлі жоқ, шығып болмай жатыр, неге соншама көп уақыт? Себебі сол. Бұл деген бізге тек жай әшейін адамдардың санын өткізіп тастау емес, бізге оның несі керек, качество дейміз ғой, мысалға, қандай да бір ауруға алдын ала біз анықтағымыз келеді. Ауру болса, болмаса тіптен жақсы. Дені сау дейміз, адам келіп кеткен адамда өзі де біліп отырады, менің денім сау екен. 2 жылға дейін ол дені сау екен, уверенно болып кетеді біздің кабинеттен. Сондықтан біз тұрғындардан сұрайтынымыз түсінушілікпен қарау бізге. Себебі әрбір адамды біз дұрыстап, қадағалап, және де көріп тұрсыздар ғой, қандай ауруларға алдын ала біз тексеріс жасап жатыр. Қазіргі таңда өте күрделі ауруларда, мысалы онкологиялық болсын, қан айналым жүйесінің аурулары болсын, өте кең тараған, және осындай скрининг арқылы біз ерте анықтап, ерте ем жүргізгіміз келеді. Сол себепті осындай 10 шақты адам отырып қалса кезекте, бір адамды 20 минуттан қабылдаған өзінде 10-шы болып тұрған адам 1 сағат, 1 сағат жарым күтеді. Енді соған кішкене түсінушілікпен қараңызса екен деген бізде тілек бар.
Ауданда соңғы 4 айдың көрсеткіші бойынша жатыр мойны қатерлі ісігі бойынша тексеруден өтуі тиіс 3350 адам болса, соның бүгінгі күні 1304 адам өткен, яғни 39%. Өткен жыл 60%-ді құраған, ал сүт бездері обыры бойынша 2530 адамның 1369-ы өткен. Сонымен қатар колоректалды обыр бойынша жоспар 2425 адамның 1466-сы өткен. Бұл 4 айдың көрсеткіші. Қатерлі дертке қарсы скринингтік тексеру жыл бойы жалғасады. 2 сатыдан тұрады. Мысалға скринингқа келгенде бірінші сатысы жаңағы осы бір кабинеттен бітеді. Дәрігерге дейінгі кабинетке келеді кісі. Содан барлық анкеталық данныйлар толтырылады. Жаңағы қант құрамы, жаңағы холестерин, көзішілік давлениесі барлығын осы кабинетте жүргізеді. Егер де ол адамда жаңағы артериальный гипертензиясы көтерілген болса, яғни көзішілік жаңағы гипертензиясы көтерілген болса, немесе қанты көп болса нормадан, немесе холестерині нормадан көп болса, ол адамды біздер учаскелік дәрігерге жібереміз. Енді ол адам екінші этапқа өтті деген сөз, яғни екінші этапқа өтеді. Сол кезде біз участковый дәрігерге жіберген кезде олар жаңағы тексеріп дұрыстап қарайды. Жаңағы егер де артериальный гипертензиясы шынымен де күн сайын көтеріліп тұратын болса, ол кісіні кардиологқа жібереді. Кардиологтан жаңағы кардиолог оны есепке алады. Есепке, диспансерлық есепке, яғни ол кісі әр 3 ай сайын кардиологтың есебінде тұрады, сонда оны дәрігер қадағалап отырады. Сондай адамдар біздер мысалға 70 адам бүгінгі таңда анықталып отыр. Қант диабеті бойынша, мысалға, егер де бізде қант диабеті бойынша бізде анықталғаны 3, бірақ та эндокринологқа жіберіп, эндокринолог өзінің есебіне алғаны 1 адам. Себебі оның түрлері бар. Қант диабетін есепке алады, немесе одан кейінгі анализдер тапсырады. Сол кезде қанты норма болса, онда оны есепке алмайды. Кейбірде болады, мысалы, адам шай ішіп, тамақ ішіп болса, қанты жоғарылап кетуі мүмкін. Сондай. Сосын онкологиялық аурулардың ішінде енді бізде әйел адамдар арасында сүт безі рагы былай айтқанда ең бірінші орында тұр да. Негізі әлем бойынша біздерде өкпе рагы да бірінші орында дейміз. Одан кейінгі сүт безі рагы өте кең түрде таралған. Сондықтан мысалы аудан бойынша біз тек қана анықталған онкодиспансердан жаңағы подтверждение алып кеткен 1 әйел адам бар қазіргі таңда. Ауыл халқы үшін скринингтен өту үшін де барлық жағдай жасалып отыр. Скринингтік тексеру аурудың бастапқы кезеңін айқындап, уақытылы ем қабылдау мақсатында ауылға мамандар шығып тұрады. Сондай-ақ ауылдағы медицина қызметкерлері де ұйымдастырады. Ауыл тұрғындары үшін, яғни перифериялық тұрғындар, олардың бізде әрбір жерде өзіміздің медициналық медбикелеріміз бар ғой, солар өздері сол жерде өткізеді. Мысалға, жаңағы айттым ғой, бойы, салмағы, анкеталық нелері. Жаңағы тек қана бізде маммография, мысалға айтамыз, сүт безі рагын өту үшін бізде маммография деген аппаратқа жаңағы әйел адамдарды түсіруіміз керек. Оны бізде план түрінде, жоспарлы түрде әрбір ауылды кезектен кезек пландаймыз. Машина беріледі, олар өздерінің әйелдерін алып келеді. Осындай күнге, осындай уақытқа деп, мысалға, неше адам, 20 әйел адамды әкелу керек болса, 20 әйел адамды әкеліп, маммография аппаратына түсіріп, қайтадан үйлеріне жеткізіледі. Қан тапсыру барлығы сол жерде істемейді. Себебі ол арнайы аппарат, скринингқа арналған аппарат, ол моментально қантты сол жерде анықтап береді, холестеринді 2 минут па санайды, содан кейін индикатор шығарып береді сол жерде. Ол жағынан енді проблема жоқ. Тек қана жаңағы маммографияға және кейбір жерлерде бізде акушеркалар жоқ. Ол жерлердегі әйел адамдарды бізде жаңағы қаралу бөлмесі, әйелдердің қаралу бөлмесінің акушеркасы бізде жоспарлы түрде периферияға шығып, сол жерден оларды қарайды.
Өзінің болашағын, денсаулығын ойлаған әрбір азамат скринингтен тексеруден өтуі тиіс. Түсіне білген адамға бұл елдің денсаулығын нығайту мақсатында жасалып жатқан зор мүмкіндік дейді дәрігерлер. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.